Қызылорда облысы соттарының нөмірі 2 орталықтандырылған мұрағаты 2013 жылы ашылған болатын. Бұл орталықтандырылған мұрағатқа 6 аудан жатады: Арал, Қазалы, Байқоңыр, Қармақшы ауданы соты, Жалағаш ауданы соты, Сырдария ауданы соты. Негізінен қолданыстағы қағидаға сай тұрақты істер, тұрақты сақталатын құжаттар, яғни 10 жылдан астам істер сақтауға қойылады. Қағиданың талаптарына сай оның орындалуына және талаптарына сай өткізіледі.